Сәлем достар, сендермен тағы да банк қызметкері Данияр. Банктық қызметтерді зерделеуді жалғастырып, өзіміз үшін пайдалы қорытынды жасайық. Несие картасын аз шығындар үшін қалтаңыздағы үнемі қолжетімді ақша екенін білеміз. Карта ақшаңыз бітіп қалып, бірақ ешкімнен қарыз алғыңыз келмейтін кездерден ыңғайлы. Неліктен карта бір адамдарға бақыт сыйлайды, ал кейбіреулері сол картаны алғанына өкінеді. Несие картасына үнемдеп, оны қалайша өзінің сенімді көмекшісіне етуге болады. Достар, мен қазір несие картасы бойынша қалай артық төлемеуге болатынын айтып беремін. Өмірден алынған мысал. Азамат Димадан қарызға 6000 теңге сұрайды. Ол оған қарызға беріп, былай дейді: ақшаны қайтарар кезде алғыс ретінде шоколад қосып бе. Жақсы, бәрі разы. Азамат қарызды бір айдың ішінде қайтара алады. Бірден 6000 теңгені және шоколадты келіп береді. Банкте бұл оңтайлы төлем деп аталады. Барлық қарызды жылдам қайтарасың. Бұл сіз үшін ең тиімді төлеу тәсілі. Бірақ көбіне қарызды толық өтеу үшін барлық керекті сома бола бермейді. Ол кезде біздің азамат ұсынылған төлемді пайдаланады. Ол бір жыл бойы ай сайын 500 теңгеден береді. Және Димаға ақшаны әкеліп берген сайын үстінен келіскенде шоколад қосып береді. Бір жылда ол 6000 теңге қарызды және 12 шоколад береді. Жылда әрі пайдалы тәсіл болмаса да, барынша тиімді. Кенетінен азы қатты үнемдеуге бел болады да, ең аз төлем жасайды. Ол 30 ай бойы 200 теңгеден береді. Шамамен 3 жыл төлейді. Және ай сайын шоколад береді. Ол да ақшаға сатып алынады. Жиынтығына 30 айда 6000 теңге қарызын және оған қоса 30 шоколад береді. Салыстырып көрейік. Оңтайлы төлем. Борышты бір айдың ішінде қайтарасыз, небәрі бір шоколад қосып бересіз. Ұсынылатын төлем. Борышты және оған қоса 12 шоколад. Бұл ретте бюджетке қатты салмақ түспейді. Ең аз төлем. Борышты өтеу сомасы аз, есеніне көбірек шоколад қосып беруге тура келеді. Қорытындысы көрініп тұр. Несие картасы бойынша артық төлем жасамау үшін қарызды мүмкіндігінше жылдам, ең көп дегенде бір жылда өтеу керек. Сол кезде несие картасыз тұрақты, әрі сенімді көмекшіңізге айналады. Көріскенше достар.